Момбек Әбдәкімұлы, Қараман Қарақшы, хикаят. Ұлықтар мен жасауылдардан, байлар мен қарақшылардан қайтарылған өш. Сонымен Есімбек сығандармен кетеді. Ал Қарамандар атқа қонып, Алмалықтағы Татарбайдың қыстауына тартады. Түс ауа Алмалыққа жақындады. Бұл жер көп жабайы алма өскен кең алқап екен. Алма баудың батыс шетінде 100 қаралы үй тұр. Тау жанындағы кішкене бетке етегінде үлкен қора көрінді. Алмалық деген жер осы, деді Жолдыбай. Анау ауылда өңкей қаңлылар тұрады. Араларында 3-4 үй сарт бар. Құданың құдіреті, соған қарамастан осындағы қазақтардың бәрі сартша сөйлейді. Ал анау үлкен қора Татарбайдікі. Малдарының көбін қараңдаршы, беткеде тұтас алып жатыр. Қараңғы түскенше бесеуі алма баудың ішінде жасырынып отырды. Әбден қараңғы болған кезде қораны бетке алды. Қараман оған таянғандарын да байқады. Қора өте ұзын екен. Арғы бұрышында бір кішкене там тұр. Одан қашықтау жерде үлкен үйдің сұлбасы қарауытады. Жолдыбай мұнымен қатарласа тұрып жай сөйледі. Кішкене тамда малайлар тұрады. Татарбай шеттегі үлкен үйде. Малайларда мылтық бар ма? Татарбай малайларға мылтық ұстатушы ма еді? Өзінде болуы мүмкін. Иттері тыныш қой, неге үрмейді? Мұнда бір сырттан ит бар, дәуліге есектей. Ол үрмесе басқа иттер дыбыс шығармайды. Егер сырттан бір әуіп десе, болды. Жаман жәутік иттердің абалағанын сонда көресің. Сырттан болса Татарбайдың үйіне жақындау оңай емес. Ондай иттер ашуланған кезде атылып келіп, онша-мұнша аттарды кеудесімен ұрып құлата алады. Есіме түсті. Бір рет Дайырхан айтып еді. Татарбай сырттан да сұқпен көзден қорғап, күндіз қора ішінде ұстайды. Тек ел жата сыртқа шығарады деп. Әлі ел жатар мезгіл ертелеу ғой, сырттан қорада шығар. Қане, мылтықтарды оңтайлап ұстап алайық та, қораны қашықтау жүріп айналып өтелік. Татарбайдың үйіне арғы шеттен жақындайық. Ақыры келдік қой. Қалай болған күнде де оны тағы бір рет қатырмай кетпейік. Қораны айнала өтіп, Татарбайдың үйінің арғы шетіне келгенде аттарының тізгінін тартты. Ерген, деді Қараман. Сен аттарға қарап осында қал. Қорқушы болма, біз тез қайтамыз. 2 мылтық, 2 сойылмен қаруланған 4-еуі үйге тақалды. Сыртқы дуалға жабысып біраз тыңдады. Үйдегі байда, арғы тамдағы малайларда жай барақат. Артық жүріс-тұрыс айқай-шу жоқ. Біз үйге лып еткенде, Жолдыбай, сен есік аузында қал. Арғы жақтан малайлар жүгіріп келетіндей болса, мылтық атып үркіт. Қараман есікке жылдам адымдап ішке кіріп барды. Төрдегі қалың көрпешелердің үстінде Татарбай семіз бұқадай теңкейіп жатыр. Жап-жас талдырмаш, сұлу келіншек оның аяғын уқалап отыр. Қарамандар мылтықпен сойылдарын шошаңдатып кіріп барғанда, Татарбай орнынан тұра алмай тыпырлап қалды. Пақ шіркін, қандай рахат өмір. Жап-жарық там, қалың көрпеше, қызмет көрсеткен жас қатын. Таныдың ба ей, месқарын, мені қақшекеңнен бір атайын ба? Сен анадағы, мені әжетханада, базарда. Тарт, мылтықпен ойнама. Татарбай көзі шарасынан шыға әрең үн қатты. Ондағы көрген азабың аз тұғын. Бүгін көрсетем саған көресіні. Әй, атпа мылтығыңды. Анау жас баланы ая, мұна жас қатынымды ая. Дірдір еткен Татарбай бесікпен аяқ жағында бір қырынан бетін басып отырған қатынын иегімен ұсқады. Жаның тәтті, сол жаныңа бар малыңды, мұна қатыныңды айырбастайсың ба? Ойбай байеке, мына кісі не дейді? Деп тоқал сыңсып байына тақалды. Керек едің сен маған, тоқал. Месқарын, қане, тыққан ақшаларыңды шығар. Одан соң басынан жүген, аяғынан кісен сыпырмай, алысқа ұзатпай баптап, күтіп жүрген қос шүйрігіңді бер маған. Осыларды берсең, өзіңе де тоқалыңа да, басқа малдарыңа да тиіспей жөніме кетем. Зәресі ұшып отырған байдың Қараман қос шүйрігін айтқанда сәл-пәл есі кірді ме боздап жіберді. Сәлден соң басылды. Әй қатын, тұр, бер сандықтағы пұлдың бәрін. Бұл қаршадай болса да күллі шаһарды шулатып жүрген қарақша. Бол тез. Бер. Алайын Қараман. Құдай алдында да, сенің алдыңда да кінәлімін. Мастықтың кесірінен ғой сені ұрғаным.
Ақшада, қорадағы малда бәрі тіпті мына тоқалда сенікі болсын. Айдап кет, алып кет. Бірақ қарағым, 2 тұлпарға тиіспей-ақ қойшы. Мен үшін 1000 малым бір төбеде, 2 тұлпарым бір төбе. Бағымды сындырып, қанатымды қайра көрмеші. Әй, Татарбай, сенің қылығыңды, көзіңе дүниеден басқа ештеңе көрінбейтін сараңдығыңды, бейшара байғұстарды заржылататын арамдығыңды, малайларыңды есекке теңейтін парықсыздығыңды кешеді деп ойлама мені. Әшейінде момынды құл көріп, өзіңді патшаға теңейтін едің. Енді патша басыңда, өзің қарақшы деп есептейтін менің аяғыма жыққан сенде намыс, кісілік қасиет бар ма? Сен сияқты қорқақ, өн бойына арам қанмен арам майды жинаған имансыздарға Құдай бақ пен дәулетті бірдей бере салатынына күйінемін кейде. Маған салса жұртқа пайдасы жоқ, елге көлеңкесі бір түспейтін сен сияқтылар қара жердің үстінде емес, астында жатқаны жақсы. Шыбын жаныңнан айырылғың келмесе, жүйріктердің аяқтарындағы кісендердің кілтін бер. Өз қолыңмен бермесең де бәрібір сен өлгесін, үйіңді ақтарып жүріп, кілтті тауып аламын. Қараман Татарбайдың басына бір тепті. Амалы таусылған Татарбай еңкілдеп жүріп, кебежеден кісендердің кілтін шығарды. Бұл кезде тоқал 2 басында ақша толы қоржынды Кенбайдың алдына қойған еді. Татарбай кісен кілтін Қараманға ұстатқанда, ол оны артқа берді. Мә, кілтті Жолдыбайға апар. Ол жүйріктердің қай жерде тұрғанын біледі. Екеуің жүйріктерді есік алдына келіңдер. Егер бір малай кедергі жасаса, мылтықпен қорқытыңдар. Жарты сағаттай өткенде арты оралды. Жылқыларды әкелдік дегенде Қараманға қарап басын изеді. Мұны ұққан Татарбай бауырлай жатып 2 қолымен жерді сабалады. Сосын қорлықтан мүжіліп, біреу жүрегін суырғалы жатқандай бейшара кейіппен жүрелей отырды. Ей, Қараман, маған бақ болып біткен қос пырағым, саған бақ әкеледі деп ойламаймын. Сен менің көргенде көзімнің қуанышы болатын, мінгенде көңілімді аспандататын, қос бірдей асылымнан айырғалы тұрсың. Енді өлтірсең де өзің біл. Жаным ұшып, тәнім өлікке айналмады демесең, мен енді өлген адаммын. Бірақ анау қос жануар саған бұйырмас сірә. Солай ма? Құдай саған ылғи қуаныш пен шаттықты жазып қойған жоқ шығар. Сен де адам болып, шын өкініп көрсейші. Ал қос жүйрігің маған бұйыратындай, оларды мініске салмаймын. Күні ертең екеуін қоқанда немесе тәжге асырып сатып жіберемін. Тағы да таяқтап кетейін деп едім сені. Бірақ онсыз да қорланған қорғансыз адамға қол көтеру еркектікке жатпайды. Қатының мен басқа малдарыңды алып кетпегендігіме қуан. Қош бол, месқарын. Аттарды қалдырған жерге жеткесін, ергенде ертіп, қорадан ұзаған кезде Жолдыбай бір әңгімені бастады. Сендер білесіңдер ме, Татарбай осы жүйріктерді құлынтай кездерінде қайдан алғанын? Осы маңнан онша ұзақ емес жерде Қаңлының Тоғызбай руының бір атасы тұратын Үшөзек деген қыстақ бар. Қыстақтағылар менің ағайындарым. Мен сонда туылғам ғой. 3 жасымда әке-шешем өліп, толдыр жетім қалғанымда Кәрібай деген аталас туысым мені бағып қаққан. Өзінің тұрмысы нашар, жалғыз басты кісі болатын. Қатын алуға шамасы жоқ. Бірақ өзі аңшы, ит жүгіртіп құс салады. Тәуіптігі де бар. Бір жүйрік биесі бар еді. Сол бие мен 10 жастан асқанда 2 жыл қатарынан туды. Құлындары сондай мүсінді, тұлпар текті жылқы болатындықтары сол кездақ белгілетін. Кәрібай көкем, осы құлындар 2-3 жыл өссін, содан соң бірін сатып, саған жеңге аламын, ал бірін өзіңе мінгіземін деп жүретін. Оның бір бүркітімен түрі бөлек, ұшқыр бір тазысы да барды. Бір күні осы Татарбай 5-6 нөкерлерімен келіп, Кәрібай көкемді өлгенше ұрып, тазы мен бүркітті атып тастап, жүйрік бие мен 2 құлынын әкетіп қалды. Өзіміз жетектеген осы қос жүйрік, сондағы 2 құлын. Татарбай иттің момындарға істемеген зәбірі жоқ қой. Мұны әнеугіннен бері неге айтпадың? Осы үшін бағана көзіне көкшібін үймелетіп кетер едік. Алдымен жүйріктерді иеленіп алайық дедім де, міне енді иелендік. Бұл қос жануар бізге көлденен келген олжа емес. Қайтқан өз малымыз. Қаңлы Тоғызбайдың малы. Кәрібай көкең қазір бар ма? Бар шығар,
Көрмегелі көп жыл болды. Құдай көлденең апаттан сақтаған болса, аурудан өлетін түрі жоқты. Жаңа айттым ғой, өзі тәуіп деп. Бірден мен бір ешкімен бірге ауылдан қашықтау жерде терең апанға құлап 10 күн жатқам. Сонда қалай аман қалдым деңдер. Өзімен бірге түскен ешкінің етін шикідей жеп күнелткем. Оң аяғым көп болып ісіп, 10 күн шыңғырып жатқам. 10-шы күні Кәрібай көкем тауып алып, аяғымды емдеп жазғанда. Ол кісі болмағанда дәл қазір сендермен жүрмес едім. Үш өзек алыс па? Мынау қара отқан қырдың астында. Бұрылайық солай қарай. Өзіңе сонша жақсылық жасаған Кәрібай көкеңнің жағдайын білмей кетесің бе? Ой, Қараман, бағаналы бері сендерге осыны айта алмай келе жатқан жоқпын ба? Үш өзекті бұларды иттер шәуілдеп қарсы алды. Кәрібайдың үйі шеткерек тұста екен. Оның үйін үйдеуден көрі жеркепе деуге боларлық. Кішкене төбенің жиегін қазып, үй еткенде төбесін қамыспен жапқан. Жалпы Ташкент өңірегіндегі қазақтардың басым көпшілігінің үйлері осы тақлеттес. Кәрібай көке, үйдесіз бе? Деп 3 рет айқайлады Жолдыбай. Жертөле ішінен күрк-күрк еткен жөтел естілді де, кезбен жабылған есіктен еңкейіп біреу шықты. Кім ей бұл? Кәрібай көке, бұл сіз бе? Мен Жолдыбаймын ғой, деп Жолдыбай аттан сыпырылып түсті де, оны құшақтай алды. Не дейді? Шынымен Жолдыбаймысың? Ой, айналайын, зіңгітте жігіт болыпсың ғой. Уахы, қайдан жүрсің қарағым? Амансың ба әйтеуір? Көкеңді ұмыттың ғой. Сені ойлап уайымдап жүредім. Кәрібай кемсеңдеп кетіп, сөзінің аяғын жұтып қойды. Ой, жылағаныңыз не көке? Қойыңыз. Міне, мен аманмын. Өз хал-ахуалыңыз қалай? Айтпақшы, мыналар менің достарым. Сізге сәлем беруге келдік. Достарың айтсаңшы, аттан түсіп үйге кірсін. Үйде шырақ та жоқ. Шырақ барау, май жоқ. Біраз күннен бері аңғада шыға алмай қалып едім. Үйге кіріңдер балдар, шай-пайды азанда қоямыз да. Пейіліңізге рахмет көке. Мезгіл түн болса да, Жолдыбай сізге кіріп сәлем бері кетейік деген соң арнайы ат басын бұрып едік. Бір жерге таң атқанша жетуіміз керек. Амандық болса талай келеріміз әлі, деді Қараман. Түнделетіп сапарлатқан не тығыз шары ол. Азандақ жолға шығуға болатын еді ғой. Қайтарда соғамыз көке, деді Жолдыбай оның көңілін демдегісі келгендей. Мейлі онда әйтеуір аман екенсің, аман болыңдар бәрің. Анда-санда жаман жеркепеме бас сұғып тұрсаңдарша, жағдайларың жаман емес сияқты, бәріңде бір ат, жетекте тағы екеуі бар. Көке, осы ауылға келгенде сізге бір жақсылық жасап кету ойымызда бар да. Өзіңіз айтқандай жеркепені баспана тұтып, шеті мылтық жаман қақпанмен қашанғы күн көресіз. Құдай сізді жыртық киіз төсеніп, жамау шапан жамылып, өмір бойы кедейшіліктен шықпай, сүр бойдағы өтсін деп жаратқан жоқ шығар. Артық астыңдағы атты Кәрібай көкенің алдына тарт. Оны сатып жеңгейлі болсын. Ал ана жүйріктің бірін екінші жағына тарт. Аңға шыққаныңызда қуса жететін, шапса озатын осы сәйгүлікке мініп жүріңіз. Айтпақшы, бұл сәйгүлік баяғыдағы Татарбай өзіңізден тартып әкеткен құлынның бірі. Осы екі атты еш нәрседен күдіктенбей қабыл алыңыз. Бұлардың иесі біз. Артыңыздан келіп дау салатын, қамшы үйретін ешкім жоқ. Қараман рас айтады. Алыңыз көке аттарды. Қайтқан малда береке бар дегендей, осы екеуі сізге береке әкелсін. Не дейді Жолдыбай-ау? Мына жануар баяғы өзімнің құлыным ба? Иә, қараңғы болса да жаза баспай тұрмын. Жануардың мойны мен маңдайы құлын кезінде осында еді ғой. Деп Кәрібай сәйгүлікті құшақтап тағы жылап жіберді. Ай, сендер мұны қалай қолға түсірдіңдер? Екіншісі қайда? Ол жағын сұрамай-ақ қойыңыз. Ал екінші сәйгүлік анау тұр. Оны бізге қиярсыз. Сенің атыңды Жолдыбай жаңа Қараман деді ме? Иә, Қараман, оны сендерге қимай, ол өз қорамда тұрған мал деймісің. Бірақ аралары бір жас бұл қос жануар осы жерде де, Татарбайдың қолында да, жұптарын жазбай, бірге өсті, бірге жүрді. Енелері ақылды жылқы еді бұлардың. Бір-бірінен ажырамай өскен текті жылқылар егіз адамдардай боп қалады. Аралары ажыраса, бір-бірін іздейді. Бірі қырмасып, ұрым өтіп кетсе де, екіншісін бос жіберсең, ізімен жүріп тауып алады. Екінші сәйгүлікті өздеріңмен әкетсеңдер, байлаған кезде, тұсаған кезде абай болыңдар. Қашып кетеді.
Сондықтан менің қасымда қалғанына оны сағындырмай, жиі әкеліп көрсетіп тұрыңдар. Кәрібаймен қоштасқан бойда түнімен оңтүстікті бетке алып, суыт жүрген 5 салт атты таң ата шегір жайлауы, Балтау етегіне келіп ат шалдырды. Гүлдеп тұрған бір топ долананың түбінде кешке дейін ұйықтаған олар, түнді де сол жерде өткізіп, ертесіне Қамшық тауынан ары асты. Бағыттары Қожен. Таудан асқанда Қараманның астындағы сәйгүлік кейін тартыншақтап, күркірей кісінеп, жүрісін бәсеңдете берді. Кәрібай көкемнің кешегі айтқаны рас болдау. Мына жануар алысқа кетіп бара жатқанын сезіп, серігін іздеп келеді, мен білсем. Бір айдай бізбен болса серігін ұмытар. Жолдыбай, біздің бағытымыз дұрыс па осы? Осылай жүре берсек алдымыздан әйтеуір бір ел шығары кәдік. Кездескен елден жөн сұрармыз да. Тау іші жүріске жеңіл далиған дала емес. Бірде ылдиға, бірде өрге шығып, кейде шатқал аралап, кейде құс шыңдарда айналып жүру, аттарға да, олардың үстеріндегі бесеуге де оңай тимеді. Күн ұзақ бір-біріне ұқсас тау шоқыларының қаншасынан өтсе де кездескен ел болмады. Айналасын құз қоршаған, шылжыраған суы бар бір жазықтау жерге жеткенде Қараман аттан түсті. Күн батуға таяу, осы жерде азанға дейін аялдайық. Артынан серіктері табандарын жерге тигізіп, көк майсаға жата-жата кетісті. Сырт киімдерімізді тастамағанымыз қандай жақсы болған. Түнде тау іші салқын болады. Одан соң бұл жерде ит құс, басқа да жыртқыш аңдар көп. Өзімізге шаппаса да жылқыларды мерт қылып кетуі мүмкін. Осыған байланысты түнде кезектесіп қарауылға тұрайық. Жолдыбайдың сөзіне көнген жігіттері қоржындағы нан ауқаттарын жеп алып демалуға кірісті. Далаға қарағанда тау үшін қараңғылық тез басады. Әнемені дегенше құз ортасындағы жазықты көрдей қараңғылық басты. Қарауылдыққа бірінші болып Қараман тұрды. Түн ауа оны Жолдыбай алмастырды. Одан кейін артық Кенбай күзетші міндетін атқарды. Таң ата Кенбай ергенді оятып өз орнына тұрғызды. Бір кезде Қараман күркірей кісінеген жылқының даусынан оянып кетті. Басын көтерген кезде таңның әлдеқашан атып қалғанын байқады. Күзетшілікке тұрған ерген бір тасқа сүйеніп ұйықтап отыр. Ал кеше өздері айналып өткен құз басында бір атты кісі құрқырлап жылқы шақырып тұр. Оның Татарбай екенін бірден таныды. Ол құрқырлаған сайын Қараман мініп келген сәйгүлік күркірей кісінеп, алдыңғы аяқтарына маталған тұсауды үзе-мүзе соған қарай өрмелеп барады. Жануар сірә Татарбайдың астындағы қоралас, жатырлас серігіне асығып барадау. Қараман Татарбайдың қалайша бұл жерге жетіп қалғанына, әрі жалғыз келгеніне таңданып, біраз отырды да ұйқыдағы достарын оятты. Ей, тұрыңдар, ояныңдар тезірек, қараңдаршы, кімнің келіп тұрғанын. Ой, бұл қалай келіп қалған? Деп таңданысты Татарбайды көрген Жолдыбайлар да. Дереу атқа қонайық. Біздің сәйгүлік оған жетсе, ол ары қарай қашып кетеді. Бұлар дереу аттарына мініп, Татарбай тұрған шың етегіндегі айналма сайды бойлай шауып, оның алдын жапты. Бұл уақытта сәйгүлік Татарбайдың жанына жетіп қалғанда. Ей, Қараман, ей, бесіктен бері шықпай жатып қаны бұзылған шпаналар. Мен кешел бері сендердің іздеріңмен келе жатырмын. Жоқ, астымдағы жүйрік іздеріңмен алып келді. Шапқанда құстай ұшатын қос тұлпардың бірін, үстінен қоян өлігінің иісі саситын бейшара, атбабын білмейтін сорлы аңшыға тастап кеткендерің, қайсасқандарың. Кеше азанда оны өлімші қылып ұрып, атымды қайтып тартып алдым. Міне, енді қос тұлпарда өз қолымда. Әнеу күні айттым ғой, бұлар сендерге бұйырмайды деп. Қане, қолдарынан келсе енді қос тұлпарды тартып алып көріңдерші. Еш уақытта малай жалшысыз жалғыз жүрмейтін Татарбайдың жеке адам жүруге қаймығатын тау сілемдерінің арасынан бір өзі өтіп, мұнда жеткеніне әлі де таңырқап тұрған Қараман, оның жанында дәу иттің бар екенін енді байқады. Сірә ол Жолдыбай айтқан сырттаны болар, бірақ қазір ол қорқынышты емес. Ей, Татарбай, бар малың мен жаныңды, қатын бала шағаңды осы екі тұлпардың жолында садаға ететініңе енді көзім жетті. Бірақ келуіңді ойлағаныңмен кетуіңді ойламапсың. Өткен жолы өзіңді аяп тимеп едім. Осы жолы аман құтыламын деп ойлайсың ба? Орынды айтасың. Сен сонда мені қорқақсың дедің, дүние қоңызсың дедің, парықсызсың дедің. Бірақ қорқақтың да бір батырлығы, дүние қоңыздың да бір қимайтыны,
Парықсыздың да бір жарқын арманы бар. Батырлығым сендердің іздеріңмен жалғыз ит ертіп жеке келгенім. Қимайтыным осы қос тұлпардың тұяқтары мен жалы, жарқын арманым осыларға мініп жүру. Бұларға мінсем, әруағым көтеріліп, делебем қозады. Атысамыз ба, әлде шабысамыз ба? Сендердегі бар мылтық менде де бар. Тек сендер көпсіңдер, ылғи бұзақы. Қан ішіп жетілген қарақшы немелер, көп болғандықтарыңнан алмай қоймассыңдар. Алайда мен бұл қос тұлпарды және өзімді сендерге тірідей бермеспін. Асыл тұяқты жануарлардың қайдағы бір қарақшылардың тақымдары астында жүргенін ойлап, үйді іш құса болып өлгенше, өмірімдегі ең қымбат осы екі тұлпармен бірге құздан құлап өлгенім артық. Әттең, мына жер таутас болмай, ат көсіле шабатындай тегіс болғанда, артымнан атқан оқтарыңа да жеткізбей, шаңымды көрсетпей кетер едім. Мен үшін сенің құздан құлап өлгенің жақсы, Татарбай. Қаның мойныма жүктелмейді. Қане, ерекеніңді көрейін. Секірші атматыңмен құз түбіне. Текті болып жаратылған адам қайдағы бір қаңғыған, дуана болып ел кезіп, ұрлық жасайтын қарақшылардың қолынан өлгенше, текті өліммен, лайықты өліммен өлгені жақсы. Қидым мына қос тұлпарыммен бірге жанымды. Сендер туа бітті қарақшы болып жаратылған бұзылғандар, анау алмалықта қалған малдарымды тағы талап алыңдар. О дүниеде алғаш болып, тозақ отмен мен қарсы аламын сендерді. Шу жануарларым, қарақшыларға қолды болып, арқаларыңа жауыр түскенше, ана дүниеде тыныш жатқан жақсы. Татарбай тұлпарыны қамшы басып, құз жиегіне шапты. Тұлпар тура құз шетіне жеткенде, арғы жағының тіп-тік құлама жартас екенін сезді ме, жалт бұрылды. Ол жалт бұрылғанда Татарбай ер үстінен ауып кетті де, құз түбіне ұшты. Биік құздан құлап бара жатып, айқайлаған даусы жан-жақтағы шатқалдарда кернеп, біраз уақыт жаңғырып тұрды. Сәйгүлікте Татарбаймен бірге құз түбіне кетеді деп ойлаған Қараман тобы, тұлпардың қылығына риза болсып, ой жануар-ай десті. Татарбайдың тақымынан босаған тұлпар жанындағы серігімен қасынаса табысты. Ал сырттан бір-екі рет арс-арс етіп үрді де, Татарбай құлаған құз жиегіне етпеттей жатып төмен үңілді. Татарбай мың-сан бұралаң жолы бар, бізді қалай тапқан, деп Қараман достарына кезек-кезек қарады. Кеше Кәрібай көкем, ал жаңа Татарбайдың өзі де айтқан жоқ па? Тұлпарлар бір-бірін іздерімен тауып келеді деп. Оған бізді таптырған анау сәйгүлік қой. Я, Жолдыбай, қалай десек те қос тұлпар тағы да біздікі. Біреуің барып жүйріктерді алып келіңдерші. Жүйріктермен сырттан ит тұрған құздың бұл жақ беті қиялау. Татарбай осы қиямен оның басына шыққан ғой. Бұл қиямен атты кісі де, жаяу кісі де құз басына оңай көтеріледі. Сәйгүліктерге менің барғым келіп тұр, бірақ сырттан мені оларға жолата ма? Міне гәп. Күдігің орынды, Кенбай. Сен, Жолдыбай, айтшы, сырттанда не істейміз? Егер бізді сәйгүліктерге жақындатпаса, оны атып тастаудан басқа амал жоқ. Жүр онда, құз басына екеуміз көтерілейік. Екі мылтықты оқтап, қалталарына тағы да оқ дәрі салған Қарамай мен Жолдыбай қиялап жоғары көтерілді. Құз басына шыққанда сәйгүліктерге жақындамай, сырттан не қылар екен деп бір ауық тұрды. Екеуіне қарап етпеттей жатқан сырттан қозғалмады. Беймарал бейбіт күйде жатыр. Аздан соң орнынан көтеріліп бері қарай жүрді. Бұл екеуі мылтықты оған кезеніп қатарласа қалды. Сырттан жай басып келді де тура алдарына жатты. Құдды бір бұларды татулыққа шақырғандай, иегін аспанға көтеріп, басын сілкіп-сілкіп қойды. Иттің мінезін жақсы білетін Қараман, сырттанның өздеріне зияндық жасамайтындығын сезді. Біздің үйде де осындай дәу, бөрбасар дейтін сырттан болушы еді. Ол ит мені көргенде тура осы сырттан секілді алдыма жатып, осындай қылық жасайтын. Демек, мына сырттан бізге қасты ойлап жатқан жоқ. Дегенмен кім біледі? Мен айналып барып, сәйгүліктерді ұстайын да, төменге жетектейін. Әгер әке, мұның қастанды ойы болса, сонда бір қимылдап қалары кәдік. Ондай болса, атып сал. Қараман құз шетін айналып өтіп, қасынысқан құз тұлпарға барды. Татарбай мініп келгенінің шылбырын алып, ылдиға жетектеді. Екінші тұлпар соңдарынан ерді. Ал сырттан мыңқ етпеді. Ол қозғалмастан, Жолдыбай мылтығын оған кезенген күйі шегіншектеп тұлпарлардың соңына түсті. Осы кезде сырттан да тұрып еріп жүре берді.
Бәрі төменге түскесін сырттан анадай жерге барып тағы жатты. Екі көзін бұлардан алмады. Кейім, қоржындарымыз қалған бағанағы жерге барайық. Барлығы аттарына мініп, тұлпарды жетекке алды. Түнеп шыққан жазыққа жетіп, бәрі бір ортаға отырғанда, еріп келген сырттан аулақтау жерде шоқиып отырды. Осы сырттан бізбен достасуды ниет қылғансың айла. Шақырып көрейінші, егер келсе ойымның дұрыс болғаны. Сырттан, мә, кел бері. Шоқиып отырған сырттан денесін жазды да бері жүрді. Тоқтамастан жүріп, Қараманның алдына келіп, тізесін қарнын искеледі. Ойбай Қараман, абайлашы. Аузын еткен дәуеді хайуанның. Бір жеріңді жұлып алмасын үндемей тұрып, деп жігіттер шулай жөнелді. Қараман достарының сөзіне құлақ аспады. Сырттанның сұрғылт жүн басқан денесін, тайқардың басындай келетін басын, жылқы аузынан кем емес жалпақ аузын, орта жігіттің білегіндей келетін алдыңғы аяқтарын сипап қойды. Сырттан тағы да сипай түстегендей басын сәлен кейтіп, Қараманның қолтық астына тықты. Сендер тістеп алмасын дейсіңдер. Міне, біз сырттан екеуміз әп-сәтте дос болдық. Бұл кезде Қараман неліктен кез келген бөрібасар итте, сырттан итте, әр ауылдағы қаптаған, қабаған иттер де өзімен бетпе-бет келгенде жындарынан айырылған бақсыдай момақан күйге түсе қалатынын байсалды ой тезіне салмайтын еді. Өмірінің жортуылмен өткен кезеңдерінде ол талай рет небір иттермен бетпе-бет келуіне тура келгенді. Алайда сондай жағдайлардың бірінде қабаған иттер бұған атылып, болмасақ қапқан емес. Өз бойында өзі түсінбейтін мұндай қасиеттің бар екенін ол көп жылдан кейін ғана барып білді. Қараман тобы тау үшін 25 күндей кезді. Кезбегенде қайтсын. Араларында тау жолдарын білетін бір жолбасшы болмағандықтан, не қырғызға, не тәжікке, не қоқанға асып кететін төте жолды таба алмай, бір өткен жерлерінен кейде 2-3 мәрте қайта соғып, көп адаспағанда. Сонда да болса, соңғы күндері өздерінің бағамдауынша, түсікке қарай біршама жылжығандай болды. Ылғи құз шатқалдармен кейде жазықтау жерлер, ал кейде ойпаң төбелер бір-бірін алмастырғанымен, жалпы көрінісі қайталана беретін тау сілемдері өздерін әбден титықтатып ақ жіберді. Бір жақсысы аш қалмады. Тау ішінде аң көп, арқар елік атып, отқа қақтап жейді. Әр жерде шылжырап аққан бұлақтар, жабайы жеміс жидектер көп. 16 күні бір биік шоқы тастың түбінен топ қасқыр көрінді. Алғашқыда оларда жігіттер байқамаста еді. Аттардың шетінде жатқан сырттан гүрілдеп, бір-екі рет үрді де қарсы беттегі биік шоқыға қарай жүгірді. Бірталай күннен бері аң көрсе осындай қылық көрсететін сырттанның соңынан мылтықтарын ала жүгіретін жігіттер бұл жолы да өре түрегеліп, ит кеткен жаққа бет түзеген. Бір қараса, биік шоқы түбінде 4-5 қасқыр шоқиып отыр. Алдыңғысы арланы болса керек, жүдә үлкен. Сырттан өздеріне жақындағанда қалған қасқырлар шоқыны айналып кетті де, арлан тапжылмай отыра берді. Сырттан екеуінің арасы 2-3 қадам қалғанда тура келіп екеу алса кетті. Қараман, жүріңдер тез, анау қасқырлар келіп сырттанға жабылып кетер, мылтық атып үркітейік деді. Бәрі алқына шоқы түбіне жүгірді. Төбелес үстіндегі сырттан мен арлан бұлардың келгендеріне назарда салмады. Ырсылдап таласып жатыр. Қасқырдың арланының денесі сырттаннан да үлкен екен. Бірақ сырттан одан қалсар емес. Жерде біраз уақыт жатып, тістескен екеуі бір кезде тұра келді. Содан бір-біріне атылып, артқы 2 аяқтарымен тұрды да, кеуделерімен тірескен күйі тістесе бастады. Осылай тұрып, сырттан бірден қасқыр арланның тамағынан ала кетіп, жерге атып ұрды. Арланның түкке шамасы келмей, 4 аяғы аспандап, серейде де қалды. Сырттан оның тамағынан жібермеген күйі, ары-бері тартқылап, өлтіріп қойды. Арланның өлгенін сезген сырттан аузын босатып балаларға қарады. Көздерінде маған ризасыңдар ма дегендей көзқарас бар еді. Ой, жарайсың, деп жігіттер сырттанның арқасынан сипалады. Осы сәт сырттан құлағын тікірейтіп, аттар қалған жаққа арс етіп, солай зу етті. Мұның тегін еместігін білген Қарамандар енді сол жаққа асыға басты. Келсе мұнда сырттан бір қасқырды қыңсылатып тұрып талап жатыр. 2 қасқыр сай бойлап қашып барады.
Бұлар таянғанша сырттан әлгі қасқырдың да үнін өшірді. Сырттан жарықтық болмағанда біз анық бір атымыздан айырылатын едік. Мен қасқыры көп ауылда өстім ғой. Сондықтан қасқырлардың сырын жақсы білемін. Оның үстіне Кәрібай секілді аңшы көкем бұл пәтшағарлар туралы көп айтатын. Кәрібай көкемнің айтуынша қасқырлар өте ақылды жыртқыштар. Бұлар бірі-бірін сөйлейтін адамдай түсінетін сияқты. Көрдіңдер ме? Арлан біздің назарымызды өзіне аудару үшін итпен төбелесті. Ойы сырттанды оңай жеңем деген болу керек. Қалай болғанда да оған біздің бәрімізді алдарқата тұру қажет болды. Осы кезде оның ұяластары қараусыз қалған жылқыларға келіп жабылады. Мына өліп жатқан және жаңа қашып кеткен екі қасқыр мұнда жылқының бірін жаруға келген. Құдай ұрып бәріміз қызбалақпен жылқыларды қараусыз қалдырып, сырттанның соңынан далбалақтай беріппіз. Біздің сырттан нағыз бөрбасар екен. Енді мұны сақтауымыз керек. Неден сақтау керек, Жолдыбай? Неден екенін айтайын артық. Сырттан ит үнемі қасқырдың арланын, ал қасқырдың арланы ылғи иттің сырттанын іздеп жүреді. Екеуі бірі-бірін көрмесе де, жақындасып қалғандарын пәлен шақырымнан сезіп, кездесуге асыға бастайды екен. Сырттанның кешеден бері бір жерде тағат таппай, жер тырналап, мазасызданғанын сездіңдер ме? Арланмен кездесетінін бұл біледі. Мен осыны сезсем де сыр ашпаған едім. Бізге әнеукүннен бергі қасқыр кездескен жоқты. Таудың терең қойнауында олар бола бермейді. Демек, біз бір елдің шетіне жақындадық. Енді қасқырлар көптеп кездесе бастайды. Ондайда сырттан тыныш жатпай, қасқырларды қуалап кетіп қалады. Кім біледі, тау ішінде топ қасқырға жалғыз шаба берсе, өзі ажал тауып қалуы ықтимал. Сен Тәшкенде дайырхандармен бірге жүргенде әшейін бір мақау, дым білмес аңқау сияқты көрінуші едің. Сөйтсем талай нәрсені білетін сабаз екенсің ау. Сөзге де пысықсың. Сені бізге Құдай қосты әсті. Талай жерде көмегің тиді. Ылайым әлі де тие берсін. Мені бір ғұлама деймісің, Қараман. Тек білгенімді айтам да. О, не ақ тұрмыз үйіліп. Сырттан талап өлтірген қасқырлардың терісін сыпырып алайықты. Бір кәдемізге жарар. Жабылып екі қасқырдың терісін аршып алғанша бір талай уақыт өтті. Кеше атып алған арқардың қалған етін жеп алғасын Қараман Жолдыбайға қарады. Сен жаңа бір елдің шетіне жақындап қалдық дедің бе? Иә, қазір маусым айы. Мұндай кезде қасқырлар малы бар ел шетінде жүреді. Неде болса сонау қыраттан асып көрейікші. Алдымыздан бір ауыл шықпаса, тіпай бетімедеңдер. Көзге жақын болғанымен оған дейін талай жер. Ал одан асып түсу үшін кемінде бір тәулік жүреміз. Амал жоқ қой басқа. Кісі кейікте тау арасында өмір өткізбейтін шығармыз, деген Жолдыбай Ергенге бұрылды. Осы мен әнеукүннен бері бір нәрсеге таңмын. Анығын айтқанда Ергенге таңмын. Қашан көрсеңде томаға тұйық, бір тіл қатпайды. Ерген-ау, бізге бойың үйренетін уақыт болды емес пе? Сөйлесіп, жадырап жүрсейші. Ерген терең күрсінді. Жағалап отырған жігіттерге бір-бір қарады. Шынымды айтсам, сендердің жүрістеріңе, қаһармандықтарыңа әлі қайран қалып келемін. Содан ба әйтеуір тірліктеріңе ілесе алмай жүрмін. Мен өмір бойы біреудің есігінде жүрген адаммын. Өз бетімше күн кешіп көрген емен. Енді бостандыққа шыққанда да сол дағдымнан ажырай алмай сияқтымын ба? Қалай? Өзімді өзім пәс тартып жүргенім рас. Әнеукүні сендер ғой, Татарбайдың өліміне қалыпты нәрседей жайбарғат қарадыңдар. Тіпті ол туралы ештеңе де демедіңдер. Ал менің құлағымнан ол байқұстың құздан құлап бара жатқандағы айқайы әлі кетер емес. Ондайды еске алып езіле берсек, біздің қаһармандығымыз қайсысы? Одан соң Татарбайға жаның ашымай-ақ қойсын. Ол сені күнде сабайтын Тәліпжанның досы. Осы себепті Татарбайдай залымдардың зауалын ойлап мүжіле берме. Әңгімелесіп болсақ тұрайық. Жолдыбай көрсеткен сонау қыраттан асайық. Түс қайтқанша сапарлатқан бұлар қыратқа жете алмады. Оған әлі жарты күнде жүру керек сияқты. Бәлкім оған дейінгі жер тегіс болса, тезақ баруға болар ма еді. Сай-сай мен кедір бұдырлы шырғалаң соқпақты жолдармен өткен жүріс өнеме. Қалың доланамен бадамша басқан бір тоғай шетіне ат шалдырды. Жамбастарын жерге бастырғандары сол еді, сырттан гүр-гүр етіп, екі рет үрді де тоғайға қарап төрт табандап тұра қалды. Бесеуі елең етісіп, тағы қасқыр келді ме дегендей солай қарасты. Сырттан орнынан тапжылмай, тағы да 2-3 мәрте үрді. Аттар да құлақтарын қайшылатып, әлденеден үріккендей бір жерге иірілді. Егер айдалада қасқыр болса,
сырттан қорықпай-ақ жүгірер еді. Демек, ол аса қауіпті бірдеңені сезіп тұр. Жылқылар да содан үркіді. Қараман мен Артық мылтықтарын тоғай жаққа кезеніп, етпеттерінен жатты. Кенбай мен ерген сойылдарына жармасты. Әлден уақытта тоғай етегінде қалың жалбыздың бастары қимылдап, арасында әлде нәрсенің жүргені аңғарылды. Аздан соң жалбыз арасынан, басы да денесі де шұбар-шұбар есектей бірдеңе ақырын шыға келді. Жолбарыс, Қараман, Артық, атыңдар деп айқайлады Жолдыбай. Екі мылтық бірден гүрс етті. Жолбарыс қиқалаң етіп, тұмсығымен жер сүзе құлады да тұра сап бері шапты. Жолдыбай үрейлі дауыспен тағы айқайлады. Өлген жоқ, оқтаңдар тезірек мылтықтарыңды. Бұлар мылтықтарын оқтап үлгергенше алға ышқына ұмтылған Жолбарыс 4-5 мәрте секіріп қастарына таяды. Енді бір секірсе біреуінің ажал табатындарын сол заматта сезген жігіттер бірі мылтығын оқтай алмай, енді бірі сойылын сілдей алмай қатты састы. Табиғатында шапшаң Қараман шетке лып етіп мылтығына оқ сала берді. Қас қылғанда Жолбарыс оған секірді. Қараман тағы да аунап түсіп, Жолбарысқа көз салғанда, секірген Жолбарыстың қабырға жағынан атылған сырттан оны шетке ұшырып жібергенін көрді. Жамбастай құлаған оны сырттан бас салды. Оқ тиіп жараланса да анау пәле мықты екен. Әлде ашудан мықты болып кеткен бе, алдыңғы екі аяғымен сырттанның кеудесінен қағып жіберіп, артқа шегіндірді. Сырттан қайта атылып тамағына жармасты. Жолбарыс жәндермен бұлқынып, тамағын босатып алды да арс етіп сырттанды тістеді. Ит оның аузына өзін іліндірмеді. Тағы шауып тұра берген Жолбарыстың артқы аяғынан тістеп өзіне тартты. Денесі қайтадан жер құшқан шұбар хайуан алдыңғы екі аяғымен көкті тырмалап тұрып кетуге талпынып ақ жатыр. Дәл осы мезгілде мылтығын оқтап алған Артық жылдам жүріп барды да 2-3 қадамдай жерден Жолбарыстың басынан бір атты. Шұбар пәлекеттің денесі созылып барып, дір-дір етті де тыншыды. Ендігі әңгімелері Жолбарыс туралы болып, қауқылдасып отырғандарында сырттан тоғайға қарап тағы үрді. Екінші Жолбарыс келе жатқандай бәрі қаруларын оңтайлады. Жолбарыс шыққан жалбыз арасынан бір кісінің сұлбасы байқалды. Қолында ұзын таяғы, арқасында дорбасы бар, сақалы қауғадай шал бір топ жігітті көргенде кілт тоқтады. Сабыр етіңдер, деді ол бір қолын көтеріп. Жаңа мылтық даусын естіп, тау арасында жүрген кімдер екен деп келген бетім еді. Әй жігіттер, мылтықтарыңды түсіріңдерші. Мен бейбіт адаммын, сөзге келейік. Ешқайсының тоғай жанынан адам кездестіреміз деген ойы жоқ қазақ жігіттері жалбыз арасынан сумаң етіп шыға келген шалға көздері түскенде дымдары өшті. Ей жігіттер, неге үндемейсіңдер? Сендерге жақындасам, иттерің қаппай ма? Кім екеніңді сол жерде тұрып айт, әйтпесе итке бас дейміз, деді Қараман. Мен дуана шалмын. Дуана аңнан басқа ештеңе болмайтын тау арасында қайдан жүр? Өзбексің бе, тәжіксің бе? Тәжікпін. Өзбекше қайдан білесің? Айттым ғой, мен дуанамын деп көп жерді аралаймын. Өзбекше түгілі, парсыша, ауғанша да, қырғыз қазақша да білемін. Онда неге қазақша сөйлемейсің? Сендерді өзбек екен деп қалдым. Түріңе қарасам шынымен дуанаға ұқсайсың. Бірақ дуана мұнда жүруші еді? Астағфиралла, бұл бізге жолыққан кісі киік, болмаса тау перісі емес пе екен? Қойшәрі Жолдыбай, осынша адамға кісі киікпен пері көріне ме? Сен жақын маңда ел бар деп едің ғой. Мүмкін сол жақтан шыққан дуана шығар. Білмеймін, тағы сөзге айналдырып көрші. Ей шал, жақын маңда ел бар ма? Осы тоғайды айналып өтіп, Қараш беткейінен ассаңдар, өзбек қышлағы бар. Дуана беткей жақты нұсқады. Ал егер тіке жүріп, анау оқшау қыратынан ассаңдар, қырғыз ауылдарына барасыңдар. Ал бұлай барсаң, тәжік қыстақтарының үстінен түсесіңдер. Ең жақын қышлаққа дейін неше шақырым? Ең жақын қышлақ өзбектердікі. Қараштан тіке өтсе, атты адам жарты күнге жетпей барады. Қайдан шығып, қайда барасың? Мен осы тоғайда бірнеше жылдан бері тұрамын. Ел ақтап, ас суымды жинап аламын да, бір айдай осында боламын. Ауқатым таусылған соң, дуанашылыққа қайта кетемін. Өздерің қай бағытқа жүргіншісіңдер? Аттарың, иттерің бар, әлде адасып жүрсіңдер ме? Бұл жер олай-бұлай жолаушылар сапарлайтын жол үсті емес, елден қиясым екен. Шалға бұдан басқа да бірталай сұрақ қойған Қараман ақыры оны өздеріне шақыртты. Танысқаннан кейін шал бұларды тоғай арасындағы лашығына ертіп барды. Лашық тарлау болғанымен әдемі жасалыныпты.
Аядай ғана лашыққа адамның әуесі келеді. Елден жырақ бұл маңда жалғыз қалай тұрасыз? Өзін бойтанмын деп таныстырған шал лашық табанына төселген қамыс астынан садақпен қыл шалды. Осылар тұрғанда неге қорқам? Мына садақпен ұсақ аңдар түгілі кейде кекілік те атып аламын. Қасқыр жолбарыстар бұлардан сескенбейді ғой. Мен мана сендерге өзім дуанамын деп айттым ғой. Бекер сөз ол. Бұрындары дуана болғаным рас. Ал соңғы 3-4 жылда ешқайда шықпадым. Осы жерде күнелтіп жүрмін. Оның сендер білмей-ақ қоятын бір сыры бар. Кейде жақын маңдағы қышлақ қыстақтарға барып тұрамын. Онда да адамша сөйлеуден ажырап қалмас үшін шаруалармен әңгімелесіп қайтуға барамын. Бүгін өздеріңмен кездескеніме қуанып отырмын. Еш болмаса 2-3 күн сөйлесетін серік таптым. Сен жаңа Жолдыбай, қасқыр, жолбарыс садақтан сескенбейді ғой, дедің бе? Өзің қорықсаң әлбетте сескенбейді. Соңғы 3 жылда мен осы садақпен 2 жолбарыс пен 5 қасқыр өлтірдім. Сенбейсіңдер ме? Міне олардың терілері. Қыста маған көрпе болатын осылар, деп бойтан бұрыштағы алашаны көтерді. Терілердің шетіндегі тостақпен қазанды да көрсетті. Меңіреу тоғайда адамдардан саяқ күн кешсем де жабайланған жоқпын. Бір мезгіл ыстық ауқат істеп ішемін. Уай, мен әңгімемен отырып қаппын ғой. Мосыға шай қойып сендерді сыйлайын. Құрғақ шайыңыз де бар ма? Жоға, жаз кезінде шай шөпті көптеп жинап аламын. Мен сізге көмектесейін деп Кембай оған ерді. Содан әлден уақыттан соң екеуі шәугім көтеріп кірді. Шайды алдарына енді ала бергендерінде даладан сырттаның үні гүрілдей шықты да артынша сап тыйылды. Қарамандар шалға, шал қарамандарға қарады. Бәрі тысқа атып шықты. Тыста бірінші көргендері сырттанның теңкейген өлігі болды. Біреуі итті кім атты деп ойлап үлгермеді. Лашықты жан-жақтан шыға келген 7-8 қарулы кісілер айнала қоршай алды. Жігіттер бірдеңе істеуге амалдары болмады. Мылтықтары да, сойылдары да лашық ішінде қалған. Әңгіменің жалғасы бар.